Сәлем. Сәлем. Сәлем баршаңызға. Сәлем барлықтарыңызға Гүнешлі Күтахиядан. Өзім таныстырып өтсем, менің есімім Ақерке. Қазіргі таңда Турцияда Күтахия қаласында магистранты атандым. 1 жыл бойынша Томерде тіл оқимын. Құдай қаласа келесі жылдан бастап оқуымды бастаймын. Кішкене қобалжу бар енді, оған түсіністікпен қараңыздар, себебі бұл менің бірінші видеом. Мен өзімнің бірінші видеомда өзімнің тұрып жатқан жатақханамды көрсеткім келіп отыр, Күтахия қаласындағы. Себебі мен ойымша тұрғылықты жер деген ол адамдардың ең бірінші уайымдайтын дүниесі. Шет мемлекетке болсын, басқа қалаға болсын, оқығысы келетін адамдардың ең бірінші уайымы ол тұрғылықты жер, менің ойымша. Сондықтан да бірінші блогымды осы мәселеден бастағым келді. Бұл жақта бағасы қандай условия жасалынған, соның барлығын көрсететін боламын. Мен Күтахия қаласындағы Хюсню Өзен жатақханасында тұрып жатырмын. Жатақханамыз үлкен, 4 қабатты, 3 бөлімнен тұрады. Студенттердің қауіпсіздігі жоғары деңгейде қарастырылған. Кіреберісте күзетші бар, және барлық жағдайды видеокамерамен бақылап отырады. Сонымен қатар, жатақханаға кіру үшін саусақ ізімен кіреміз, яғни сырттан бөтен адамдар кіре алмайды. Сонымен қатар, егер сіз баспалдақты ұнатпайтын болсаңыз, лифтті қолдана аласыз. Бұл біздің бөлмеміз. Менің бөлмем 3 кісілі. Барлық жағдай қарастырылған және таза. Айтып өтер болсам, бөлмеде 3 төсек, сабақ оқитын үстелдер, тумбочкалар, шифонер және ортақ бір холодильник бар. Сонымен қатар, жуыны бөлмесі де бөлмелерде жеке-жеке бар. Ыстық су, суық су ешқандай мәселе туғызбайды. Жатын бөлмесін толық таныстырдым деп ойлаймын. Енді сіздерге чай одасын көрсеткім келеді. Себебі түріктер шайды өте қатты жақсы көретін халық, және басқа шайдың жағдайын жасап қояды. Бұл чай бөлмесі. Адамдар бір-бірімен шай ішіп әңгіме айтып отырады. Келесі кезекте чамашыр одасы. Барлық студенттерге ортақ жер. Киім жуатын және кептіріп беретін машиналар бар. Бұл студенттердің киім үтіктеу бөлмесі. Бірнеше үтіктер бар. Кезекке тұрамын деп уайымдаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, сұлулық пен денсаулыққа да жағдай бар. Оның ішінде менің сүйікті одам фитнес одасы. Кішкентай болғанымен өз керегіңді табасын. Әрине, студенттердің жатақханасы болғаннан кейін оқу бөлмелері міндетті түрде бар. Шаршаған болсан, рахаттанып кино көрсең де болады. Көріп тұрғандарыңыздай, жатақханада барлығы бар. Барлық жағдай жасалынған, кәдімгі толықтай деп айтуға болады. Алайда үлкен бір минус бар, ол тамақ мәселесі. Тамақ бұл жақта мүлде қарастырылмаған, яғни өзің тамақ істей алмайсың, және де жатақхана тарапынан саған тамақ берілмейді. Бірақ бұл мәселеге ешқандай да уайымдаудың қажеті жоқ, себебі қазір 21 ғасыр. Дүкенге барып не жегің келеді, не алғың келеді, барлығы дайын тұр. Жатақханамызда тамақ қарастырылмағанымен ақылы асханамыз бар.
Жатақханамызда тағамдардың бағасы 15 лира. Оның ішінде сорпа, салат және де екінші тамақ кіреді. Сонымен қатар маған ұнайтыны біздің жатақханаға қарама-қарсы жерде іс-шара өтетін алаң бар.